Биыл 1 сәуір күні автокөлік құралдарына төленетін салық мерзімі аяқталған болатын, алайда ақтөбелік көлік жүргізушілер арасында салғырттық танытып, уақытында көлік салығын төлемегендер де бар. Бүгінде көлік салығын уақытылы өтемеген 3503 борышкер бар. Берешек көлемі 369 миллион 342 мың теңгені құрайды. Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы жеке тұлғалардың автокөлік құралдарының салық төлеу мерзімі ағымдағы жылдың 1 сәуірге дейін өтіп кеткенін хабарлайды. Қазақстан Республикасының салық кодексінің 128 бабына сәйкес салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 2024 жылдың 1 маусымнан бастап сот орындаушыларымен бірлесіп қарызды өндіріп алу бойынша салық бұйрығы жіберілді. Ағымдағы 2024 жылдың 27 маусымына сәйкес көлік құралдары салығы бойынша жеке тұлғалардың берешегі 3503, салық төлеушілер бойынша 369 миллион 342 мың теңгені құрайды. Осыған орай бүгін полиция департаменті мен жеке сот орындаушылары рейдтік жұмыстар жүргізді. Арнайы құрылғының көмегімен салық төлемеген көлік жүргізушілерін ұстап, автокөліктерін айыппұл тұрағына апарды. Айта кетейік, жеке тұлғаның берешегі туралы мәліметті салық азамат мобильді қосымшасы арқылы білуге болады. Немесе Моресев 97 көшесінде орналасқан қалалық мемлекеттік кірістер басқармасынан анықтауға болады. Аида Катажанқызы, Влад Рогушов, Тәулік.